жақсы мына бүгін алғандарыңыз дұрыс қой. Бұлар мына мұқағының арқасы. Ал шынына келсек ағайындар, біздер жылына бір күн емес 365 күн осы тілмен айналысуымыз керек. Тіл үшін күресуіміз керек. Бос әңгімені қою керек. Ширек ғасыр өтті. Осы мақсатта біз ана 166 осы мұқаң бастаған 166-дан қол қойғаннан кейін түсінгеніміз билікте қазақ тіліне қарсылар көп. Олар өткізбейтін болғасын, осы өткен жылдан бастап мына бүкіл елдегі партиялар Нұр Отан бастаған, оның ішінде оппозициялық қозғалыстар, сосын мына ұлттық компаниялар, Самұрық-Қазына, Атамекен тағы басқа, сосын барлық қауымдастықтар, қаржыгерлер, ректорлар тағы бәрін біріктіріп, бірінші ұйымдастыру алқасы болып жұмыс бастады. 2 акциясы өтті. Бірінші акцияның қорытындысы бойынша үкімет басшысына 7 баптан тұратын талап қойдық. Оның біреуінде мынандай: 25 жыл бойы мемлекеттік тілде бір оқулық не монография жазбаған университеттер жабылу керек деді. Үкімет басшысына рахмет, ол министрлік тапсырма берген, ол алдыда былықтырып жіберіп, қосып нетті. Бірақ 36 университет соның ішінде қысқарған. Мемлекеттік тілде кітап жазбағандар. Біз оны әрмен қарай екінші акцияда қазір барлық оқу орындарында енді екінші акцияның қорытындысы бойынша мына тәуелсіздік күніне дейін жүреді. Онда орыс және аралас мектептері, Британ, жаңа шетелдің Ресейдің университеттері барлығында, сосын мынау жетім балалар үйлері тағы басқа интернаттардың барлығында мемлекеттік тілге ресми, бейресми шараларды көшіру туралы талап қойды. Және оны айтайын дегенім, мына мысалы Самұрықты алсақ, біздің сол берген акциядағы немізге 19 филиалына хат жазып, барлығынан осы талапты орындау керек деп, оның түгелдей көшірмесін берді. Мына бір жылда біз барлық атқарушы органдардан үкімет басшысынан мемлекеттік хатшыдан бастап, бұл жерде көп айқайдың керек жоқ. Негізі жұмыс істеу үшін көп айқай керек жоқ ағайында. Жұмыс істейтін адам жұмысты істейді. Бір адам боламын, екі адам. Біз осы тәуелсіздік қорғау қозғалысының ішінде аясында жүріп жаңағы құрдық. Сол мысалы Нұр Отаннан бастап бір партия бір не бізге қарсы айтқан жоқ, көмектесіп жатыр. Енді мына тәуелсіздік күніне дейін Байбекке жазып берді. Осыдан 6 жыл бұрын президент айтты, аюды да үйрететін уақыт келді деді. Екінші, Бауыржан Момышұлының айтқаны бар: тілін білмейтіндер, оны мойындамайтындар, ол қаңғыбас тексіздер. Сол қаңғыбас тексіздерден тәуелсіздік күніне дейін нетпесе Нұр Отаннан түгел шығару керек. Бірінші шара, оны біз 3 ұлттық компания басшылығы, 3 министрге қойдық. Оның ішінде ішкі істер министрлігі, қаржы және төтенше министрліктер бар. Сол бағытта жұмыстар бар. Екінші мәселе, мынау тек бізде іштегі мәселе емес, тіл емес, оны кеден одағы барлығы жан-жақтан қысып жатыр. Мысалы, оның президенттерін жазып беру Ресейдің. Еуразиялық одақты неғұрлым тездетсе, ол келесі Россияның ыдырауын тездететін нәрсе. Ол Россия үшін вилка, ол ешқайда бармайды. Бірақ біз мына тілге, елге мықты болуымыз керек. Ол үшін мына мұқаның телефондары бәрімізде бар. Мысалы, біздің штабтың телефоны 2-50-23-55. Кез келген уақытта хабарласыңдар. Сосын барлық биліктерге біз талап қойдық. Оның ішінде Қостанай облысының әкімі Бектұр Ғабит дегенді орынбасар жұмыстан алу, 15 жыл отырып, ешқандай жерге жұмыс жасамаған. Алматы қаласында білім департаментінің бастығын жұмыстан алу. Сосын анау ЮНЕСКО-ның мектебі бар, БЭС деген. Қазақ класстарын кіргізбейміз деді, қуанышы деген. Сонда алып бітіру керек тәуелсіздік күніне дейін талап. Содан кейін мәселе қазір мына білім бітірілді ғой. Қазір мына барлығымыз бүкіл жаңа қоғамдық ұйымдар бәрінің атынан, мысалы мұқан бастап бәріміз президентке неге жазып береміз. Осыдан кейін біздің білім мықты болмаса, мен ана Қостанайдың орында көргенім, мектептерде барлығы енді Ресейге кетіп жатыр, Қытайда оқығандар Қытай кетіп жатыр. Біз орта және жоғарғы білімді сол елдерден жоғарылық қою үшін бағдарлама жасап жатырмыз. Сонда ол елдегі қазақтар осында келіп оқитын болады. Мектеп бітірсе де сондай жағдай жасауымыз керек. Ол үшін біз мына қалалық Алматы біздің мегаполис мәдени және қаржылық барлық орталығымыз. Сізбен келгеніңізге құттықтаймын жұмысқа. Мына мұқаңның рекомендациясы, мысалы бұл үлкен нәрсе. Кейбір министр емес, мына премьер-министрлердің рекомендациясы жоғары, ел үшін қалып
сондықтан сізге жұмысқа осы жұмыстарды біз бірге алуымыз керек. Себебі білім министрлігі бітті, оның 15 жылдық былықтарын қазір жазып береді бүкіл қоғамға, оның бәрі тексертеміз, аяғына жеткіземіз. Және бас прокуратура бізге мынандай хат берді. Барлық аудандық, облыстық, қалалық жиналыстарға сол жерлердегі прокуратураларды шақырып, бірге жұмыс жасаңдар, тілге деп. Осы мақсатта біз барлығын пайдалануымыз керек. Бүкіл құқық органдары осы уақытқа дейін теріс жұмыс жасаса, енді екі жұмыс жасайтын болу керек. Ол үшін біз бәріміз мықты болу керек. Ол тек бүгін жиналып, қол соғып, тарап кетіп, келесі қыркүйекті күтпей, күнде жұмыс жасау керек. Соған шақырамын. 2-50-23-25. Кез келген уақытта келіп хабарласыңдар, сосын бір мұқаның телефондар бар ма бәріңізге? Иә, тәуелсіздікті қорғау қозғалысы Қазақстандағы барлық 60 шақты мықты беделді ұйымдардың бәрі осы мұқаң орнасында. Содан кейін жаңағы ұйымдастыру алқасы, ол енді мына біз билікпен жұмыс жасап жатырмыз. Мына солтүстік Қазақстан тек қана біз қазақтың ойлағанда тек елдің ішіндегі емес, мына Қытай, Ресей, мына Өзбекстан, шеттегі қазақтарды ойлау керек. Жақсы ағайын, табыс тілеймін барлықтарыңызға.